Ассаляму алейкум, қыздар, қалайсыздар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сынақтың даналығы. Кез келген біздің өмірімізде кездесетін сынақтың өзіндік даналығы, сабағы болады. Бірақ біз ол нәрсені көбінесе түсініп жатпаймыз. Неге? Себебі біз бірінші келген сынақтың сәтінде біз күпірлік етіп қоямыз. Не жаздым Алла саған? Неге менің өмірімде осындай сынақ болып жатыр? Неге өмірі мен осындай сынаққа тап болып жатамын деген сияқты адам баласы сол сынақтың даналығын түсінудің орнына, ойланудың орнына күпірлік етіп қояды. Ал шын мәнінде сынақ не үшін беріледі? Құран аятында былай делінген: олай болса, әр қиындықтың соңында бір жеңілдік келеді. Расында, әр қиындықтан кейін жеңілдік бар. Инширах сүресі 5-6 аят. Өздеріңіздің өмірлеріңізге анализ жасап, шынайы ойланып көрсеңіз, әрбір өміріңіздегі қиналған сәттен кейін бір бақытты сәттер болатынын есіңізге түсірсеңіз болады. Егер ойланып қарасақ, кез келген өсудің артында сондай бір сынақтар тұрады. Бірақ ол сынақ жаман деп айта алмаймыз. Шын мәнінде адам баласы жүрегін кеңейту арқылы, Аллаға жақындау арқылы сол сынақтардан өседі. Бірақ көбінесе адам баласы күпірлік етіп жатады. Сол күпірлік еткеннен кейін де адам өсе алмайды. Яғни жүрегін кеңейтпейді, ойын кеңейтпейді. Ойы шектеулі, жүрегі құлыптаулы болып қала береді. Сол үшін де өзі де өспейді, қасындағы адамдарды да өсіртпейді, және де табысқа да жетпей жатады. Сынақ келген сәтте көркем түрде сабырлық ету аса маңызды. Өйткені Аллах тағала қасиетті Құранда жек көрген нәрселерің сендер үшін хайырлы болу мүмкін, және жақсы көрген нәрселерің сендерге жаман болуы да мүмкін. Аллах біледі, сендер білмейсіңдер. Бақара сүресі 216 аят. Ал енді бүгінгі таңда сіз немен сыналып жатырсыз? Кіммен сыналып жатырсыз? Осы сұраққа өзіңізге жауап беріңізші, ойланып көріңізші. Размышление деген нәрсе бар. Ол тафаккур деп аталады. Яғни тафаккур ол ойлану. Біз жануарлардан айырмашылығымыз біздің ол ойлануымызда, яғни дәл осы тафаккурда. Егер тафаккур болмаса, демек біздің жануарлардан ешқандай айырмашылығымыз жоқ. Дәл солай тамақтанамыз, дәл солай көбейеміз, өсеміз, өнеміз, бірақ ойланбаймыз. Ал жануарлардан біздің ерекшелігіміз болу үшін біз ойлануымыз керек. Әр қашан жақсы ойда жүруіміз керек. Сол үшін де кез келген сәтте бір сынақ келді ме, не үшін ол сынақ келіп жатыр деген сияқты ойлануымыз керек. Енді ары қарай көбінесе қыз келіншектер күйеумен сыналады. Күйеумен сыналады, баламен сыналады, ата-енемен, ата-анамен сыналып жатамыз. Ал бұл сынақтың да даналығы бар. Егер әйел адам сол сынақтың даналығын түсіне алса, не себепті күйеумен сыналып жатыр? Сол сынақтың даналығын түсініп, күйеуіне жүрегін кеңейтіп, өзін өзгерте алса, демек әйел адам өседі. Барлық сфераларда әйел адам өсетін болады. Өзінің отбасында, бала шағасымен қарым-қатынаста, күйеумен қарым-қатынаста, қоғаммен қарым-қатынаста, табыс мәселесінде әйел адам өсетін болады. Егер сіздің сынағыңыз адаммен болса, яғни кез келген адаммен болып жатса, онда жүрегіңізге үңіліңіз. Жалпы жүректе тәкаппарлық, немесе жүрекке бір адамның кіріп кетуі болса, мысалы, сіз Алладан бұрын өзге адамды бірінші орынға қойсаңыз. Мысалы, сіз балаңызды
балабақшаға жібере алмайсыз, жібергеннің өзінде де уайымдап тұрасыз. Ал егер бүйтіп қалса ше, мынандай болса ше деген сияқты түрлі уайымның соңында, сол уайымның жетегінде кете берсеңіз, демек міндетті түрде ол баламен бір нәрсе болады. Ауырып қалады, бір жерін ауыртып келеді деген сияқты. Өйткені сіз Алланың пендесін, Алланың жаратқан пендесін Алланың өзіне тапсырып аманаттап тұрған жоқсыз. Сол үшін де сондай сынақтар келіп жатады. Және де тура солай. Мысалы, жүрегіңізге күйеуіңіз кіріп кететін болса, демек сіз сол ер адаммен сыналасыз. Яғни өзіңіздің күйеуіңізбен сыналасыз. Сіз күйеуіңізді идеал адам ретінде көретін болсаңыз, Аллах Тағала міндетті түрде сізге оның минустарын көрсетіп қояды. Оның нәпсісінің минустарын, өзінің минустарын деген сияқты. Сол үшін де қыздар, мен сіздерге айтатыным, ешқашан ешкімді жүрекке кіргізбеңіз, сол нәрсеге амал етіңіз, иншалла. Сол кезде де ол адамдармен сынақ сізде азырақ болады. Және де көбінесе ата-анамен, және де ата-енемен проблема болатын қыз-келіншектерде көбінесе признание күту мәселесі болады. Яғни сіз бір нәрсе істейсіз, есесіне сіз жылы сөз күтесіз. Бұл нәрсе сіздің балалық шағыңыздан басталады. Балалық шақта ата-анаңыздан жеткілікті түрде махаббат ала алмағаннан кейін сізге сол кісілер арқылы сынақ жетеді. Бірақ бұл жерде сынақтың даналығын ойлау өте маңызды. Бұл жердегі сынақ сіз адамның разылығы үшін жасап тұрсыз, Алланың разылығы үшін емес. Сол үшін Аллах Тағала сізге бұл сынақтар арқылы адамның разылығын емес, Алланың разылығын ізде деген даналықты жеткізіп тұр. Мысалы, сіз үй жинайсыз, есесіне ата-енеңізден немесе ата-анаңыздан мақтау күтесіз. Ой, қандай күшті, менің қызым үй тазалап қойыпты, менің келінім үй тазалап қойыпты деген сияқты жылы сөз күтесіз. Бірақ сіз үй жинадыңыз, ол жылы сөзді естімедіңіз. Сіз не істейсіз? Сіз ашуланасыз, менің еңбегімді бағаламайды, менің істегенімді көрмейді деген сияқты сізде жертвалық позициясы қосылады. Ал ондай болмас үшін үй тазалайтын кезде де Алладан ниет етесіз. Я Аллам, я Раббым, тек қана өзіңнің разылығыңды алу үшін мен қазір үй жинаймын. Сен тазалықты жақсы көресің ғой. Тазалық иманның жартысы ғой. Тек сенің разылығың үшін ғана мен үй жинаймын деген сияқты ниет етесіз. Қыздар, жандарым, күндерім, сіздердің әр біреулеріңізді шын жүрекпен жақсы көремін. Және де әр біреуіңізге мен бақыт тілеймін. Бақытты болса деймін. Өзімнің өмірлік миссиямды мен осылай орындаймын. Осындай видео сабақтар арқылы, сіздерге консультация беру арқылы. Видео ұнаса лайк басып, подписаться етіп, және де менің Instagram парақшама тіркелсеңіз болады. Сіздермен бірге болған Нұрбибі Серікқызы, шынайы жүрекпен Аллах разылығы үшін сіздерді жақсы көремін. Ассаляму алейкум.